Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақтың тақырыбы Ұлы Отан соғысы. Сабақтың мақсаты қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қатысуы, түрлі ұлт өкілдерінің ынтымақтастығы, қазақ халқының батырлары, олардың ерліктері жайлы мәліметтерді пысықтау және тиянақтау. Күтілетін нәтиже: Ұлы Отан соғысының басталған кезде елдің экономикалық саяси жағдайын қандай екенін түсінеді. Ұлы Отан соғысы кезінде Германия тарапынан әділетсіз соғыс болды, ал Совет одағы тарапынан әділетті, өз жерін қорғаған азаттық отан соғысы болғанын ажырата алады. Сыртқы жағдайлар мен ішкі жағдайларын салыстырып анықтай біледі. Соғыстың басталуы: шабуыл жасаспау туралы 23 тамыз 1939 жылы Совет одағымен жасаған келісімді бұзып, фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан КСРО аумағына басып кірді. Ұлы Отан соғысы осылай басталды. Соғыстың сипаты: Германия тарапынан бұл соғыс агрессиялық жаулап алушы әділетсіз соғыс болды, ал Совет одағы тарапынан әділетті, өз жерін қорғаған азаттық отан соғысы болды. Барбаросса жоспарын жасаған кезде фашистік Германияның басшылары КСРОны сансыз көп ұлттың жасанды және тұрақсыз бірлестігі, өзінше бір ішкі бірліктен жұрдай этникалық конгломерат деп қарастырды. Россияның кең байтақ жерін мекендеген халықтар жөніндегі біздің саясатымыз, деді Гитлер. Фашистік Германияның негізгі мақсатының саяси және экономикалық астары болды. Германия империясы шикізат үшін азық-түлік базасы ретінде қуыршақ мемлекетті құруды көздеді. Қуыршақ мемлекет жобасы фашистер жасаған Барбаросса жоспарында көрсетілді. Жоспар бойынша фашистер КСРО жерінде Асланд, Украина, Московия, Еділ, Орал, Түркістан сияқты рейх комиссариаттарын құруды көздеді. Жоспарда көрсетілген Үлкен Түркістан отарының құрамына Қазақстан, Татарстан, Башқұртстан, Орта Азия, Әзербайжан, Кавказ, Қырым, Ауғанстан, Шыңжаң жерлері кіргізілді. Фашистер кеңес адамдарын қырып жою жолын осылай түсті. Кеңес адамдарының патриоттық сезімі әрине бұл жоспарға қарсы тұра білді. Қазақстан халқы отан қорғаушылар қатарына өз еркімен жаппай жазыла бастады. Мысалы, Алматы медицина институтының студенті Мәншүк Мәметова: отбасымызда майданға жіберетін ешкімім жоқ, ағам да жоқ, апам да жоқ. Сондықтан өзімді жіберуді өтінемін деп әскери комитетке өтініш береді. Республикада 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтті. Соғыстың алғашқы кезеңінде 14 атқыштар және атты әскери дивизиясы, 6 бригада құрылып, майданға жіберілді. Қазақстандық 36 жеке атқыштар бригадасы 30-дан астам ұлттан құралды. Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қырғызстаннан шақырылған жігіттерден 316 атқыштар дивизиясы құрылып, оның командирі генерал Панфилов болды. Армия қатарына 1 миллионнан астам қазақстандықтар қосылып, әрбір 5-ші адам майданға аттанды. Соғыс жылдарында салынған құрылыстар: Мақат, Қосшағыл темір жолы, Петровский машина жасау заводының екінші кезегі, Пешной аралы, Шарин құбыры жолы, Атырауда теңіз порты мен мұнай өңдеу заводы, Комсомол кәсіпшілігі және тағы басқа. 1944-45 жылдары салынған жаңа өнеркәсіп объектілері: Текелі қорғасын мырыш комбинатының алғашқы кезегі, Белоусов байыту фабрикасы, Ақмола ауылшаруашылық машина заводы, Алматы вагон жасау заводы, Атырау мұнай өңдеу заводы. 1941-45 жылдары барлығы 460 завод, фабрика, шахта салынды. Өнеркәсіп өндіріс соғыс жылдарында 37%-ке дейін өсті. Москвадағы қазақстандықтар: қазақстандықтардың жауынгерлік даңқы әсіресе Москва түбіндегі шайқаста шықты. Республикада жасақталған 316 атқыштар дивизиясына Москваға апаратын негізгі өзекті жолдың бірі Волоколамск тас жолын қорғауы тапсырылды. Мұнда Бауыржан Момышұлы басқарған 1075 ұлан атқыштар полкі жау шабуылына ерлікпен тойтарыс берді. 28 танк жойушылары тобы Дубасекова разъезінде жаудың 18 танкісін жойып жіберді. Ротаның саяси жетекшісі Василий Георгиевич Калачков Россия кең байтақ
бірақ шегінерге жер жоқ, артымызда Москва ұранын көтерді. Оның бұл сөзі бүкіл майданға тарады. Кейіннен 28 панфиловшы ерлігі аңызға айналды. Олардың қасық қаны қалғанша шайқасты. Бәрі дерлік қаза тапты, бірақ жаудың өткізбеді. Сондай-ақ Москва қорғау тарихына панфиловшылар дивизиясы бөлімінің саяси жетекшілері Виктор Вихров, Мәлік Ғабдуллин, автоматшылар Төлеген Тоқтаров, Рамазан Амангелдиев мәңгі өшпес із қалдырды. Москва шайқасының тарихи маңызы: гитлершіл басқыншылардың Москва түбінде талқандалуы жау әскерлерінің рухын түсірді. Гитлердің қауырт соғыс жоспары Блицкриг біржола күйреді. Кеңес армиясы стратегиялық бастаманы қолға алып түбегейлі бетбұрыс салды. Енді балалар, сіздерге Ұлы Отан соғысындағы ең жас қазақ батырларын еске алу бейне баянды назарларыңызға ұсынамын. 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихта мәңгі енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолынан қару алып, ұрыстарға қатынасты. Әр отбасына олардың барлығы батырлар. Сұм соғыс айналып өтпеген шаңырақ жоқ шығар. Бүгін біз жас шағында жаумен айқасып, Кеңес одағының батыры дәрежесін алған батырлармен таныстырамыз. Бұл сол кездегі ең жоғары мемлекеттік марапат болып саналады. 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында дүниеге келген. Бала кезінде анасынан айырылып, кейіннен Алматыда ағасының қолында тұрған. 1943 жылы 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонның снайпері болған. Жаяу әскерінің 30-дан аса сарбаздары мен офицерлерінің көзін жойған. Сол ерліктің үлгісін неше мәрте көрсеткен Әлия Молдағұлова 1944 жылғы 14 қаңтарда Казачиха селосы үшін болған ұрыста ерлікпен қаза тапты. Әлия Молдағұловаға 44 жылы 4 маусымда Кеңес одағы батыры атағы берілді. 1922 жылы Гурьев облысы Орда ауданында туылған. Азан шақырып қойған аты Мәнсия. Мектепті бітіргеннен соң Мәншүк медицина институтына оқуға түсті. 41 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк 18 жаста болатын. 42 жылдың 13 тамызында Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасы майданға аттанды. Оның құрамында 4890 жауынгер Мәншүкте бар еді. 43 жылдың 15 қазанында Псков облысындағы Невель қаласын босату үшін Изотча станциясындағы 173 биіктігінде өте қатал соғыс болды. Мәншүк өзінің әскери бөлімінің шабуылын пулемет отымен қолдады. Мәншүктің басына оқ тиді. Соңғы күштерін жинап, Мәншүк пулеметін ашық жерге алып шығып, жолдастарына жолды тазалап, фашистердің тікелей бетіне атқан. Өлі Мәншүк пулеметтің саптарын қолына тастай қатты қысып алған. Сол қан майданда Мәншүк Мәметова ерлікпен қаза тапты. 44 жылдың 1 наурызында неміс басқыншыларымен соғыс майданындағы қолбасшының әскери тапсырмаларын бұлжытпай орындағаны үшін көрсеткен ерлігі үшін Мәншүк Мәметоваға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ең жас Кеңес одағының батыр атағын алған қазақ Жәнібек Ақатұлы Елеусов 18 жасынан батыр атанды. Ол қатардағы жауынгер, пулеметшілер бөлімшесінің командирі. Қазақстанда 42 жылы мектепті бітірген. Мергендердің 6 айлық курсын бітіргеннен соң 43 жылы шілдеде Елеусов Воронеж майданында ұрыстарға қатысты. Алғашқы ұрыстың өзінде пулеметшілер бөлімшесі жаудың 40-қа жуық әскерін жойып, 95 әскерін тұтқынға алды. Елеусов жаудың 5 әскерін жойды. Ол Десна, Днепр және Припят өзендерінен өтудегі жойқын ұрыстарда ерекше көзге түсті. Елеусов алғашқылардың бірі болып, Плацдармды құтқаруға жағдай жасады. Осындай ерліктер үшін Елеусовке 1943 жылы қазанда Кеңес одағының батыры атағы берілді.
Садық Әбдіжаппаров 1925 жылдың 15 шілдесінде Бәйдібек ауданы Алғабас кеңшарында дүниеге келген. 1943 жылы өз еркімен майданға аттанып, 90-шы гвардиялық атқыштар дивизиясында пулеметші болды. Калинин, 1-ші Балтық жағалауы майдандарында, Великий Луки, Невель, Витебск, Полоцк, Клайпеда қалалары үшін болған шайқаста ерліктің үлгісін көрсетті. 1944 жылы 24 маусымда Бат-Двинададан жалғыз өзі жүзіп өтіп, жау пулеметінің ұясын талқандады және 30 шақты неміс солдатын өлтірді. 1944 жылдың шілдесінде Кеңес одағының батыры атағы берілді. Махмет Қайырбаев 1925 жылы дүниеге келді. Кеңес әскері қатарына 1942 жылы тамызда шақырылып артиллерия училищесіне жіберілді. Ұлы Отан соғысына 1943 жылдан бастап қатысты. Қайырбаев 18 жасында Александр Невский орденінің иегері атанды. 1944 жылдың 19 тамызында Литвадағы Шауляй қаласында батыс жағында болған ұрыста жау әскері танкімен шабуылға шығып, Кеңес әскері қорғанысын бұза жарып, Шауляй қаласына кіруге ұмтылды. Қайырбаев өзінің 15 жауынгерімен қоршауда қалып шайқасып жатқан полк батареяларының біріне көмекке келді. Қайырбаевтың басшылығымен жауынгерлер жаудың 7 шабуылына тойтарыс беріп, бір батальон әскерін жойды. Кескілескен осы шайқаста ержүрек Қайырбаев бастаған жауынгерлер Шауляй қаласына өтер жолды жапты. Қайырбаевқа 1945 жылы наурыз айында ерлігі мен тапқырлығы үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бір 1925 жылы Қатын көпірге қарасты Тельман елді мекенінде дүниеге келген. Ол 1943 жылы әскер қатарына алынады. Өз еркімен сұранып қан майданға аттанды. Сол жылдың сәуірінен бастап қатардағы жауынгер Ережепбай Молдабаев Солтүстік Кавказ және 1-ші Украина майдандарына қатысады. 1944 жылы 4-ші қаңтарда Бердышев қаласын жаудан азат ету ұрысында ерлігімен көзге түсті. Ережепбай Молдабайұлына Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі үшін 1944 жылдың 23 қыркүйегінде Кеңес одағының батыры атағы берілді. Абдолла Үсенов 1924 жылы Түркістан қаласында дүниеге келді. 42 жылы Қызыл армия қатарына шақырылады. Атқыштар дивизиясының құрамында Украина жерін жаудан азат ету үшін кескілескен шайқаста асқан ерлік көрсетті. 1943 жылдың желтоқсанында ол фашистің 2 танкісіне қарсы шығып, оны ілгері бастырмай, қолына мина ұстап біреуінің астына түсіп, жарып жіберіп, ерлікпен қаза табады. Ахмедияр Дәуленұлы Құсайынов 1924 жылы Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы ауданы Орда ауылында дүниеге келген. Минометші, қатардағы жауынгер. 1943 жылдан Ұлы Отан соғысына қатысқан. Мелитополь қаласын азат етуде Құсайынов жаудың 40-қа жуық әскерін жойған. Осы ұрыстарда көрсеткен ерлігі үшін 1943 жылы қарашада Кеңес одағының батыры атағы берілді.
отан соғысының аяқталу кезеңінде қазақстандық жауынгерлер Украина, Белоруссияны, Балтық бойын, Молдавияны азат етуге қатысты. Мыңдаған қазақ жігіттері кеңес әскерлерінің құрамында Шығыс Европа халықтарын Гитлердің тепкісінен азат етуіне атсалысты. Әрқайсысы 200-ден астам жауынгерлік ұшу сапарын жасап, бірнеше жүз фашистерді жоқ қылған шабуылшы ұшқыштар Талғат Бигелдиновке, Леонид Бедаға және Павловқа, сондай-ақ 37 ұшқышты және топтасып жүргізілген ұрыстарда жаудың тағы 6 ұшағын атып түсірген Сергей Луганскийге 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағы берілді. Кеңестік шығыс әйелдері арасынан бірінші болып Ленин орденімен және алтын жұлдыз медалімен марапатталғандар қазақ қыздары пулеметші Мәншүк Маметова мен 54 атқыштар бригадасының мергені Әлия Молдағұлова болды. 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. 1945 жылы 9 мамыр Қызыл армия жеңіске жетіп, ұлы отан соғысы аяқталды. Ал балалар, өз білімдеріңізді викториналық сұрақтар арқылы тексеріңіздер. Бірінші сұрақ: Совет одағы батыры, Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі болған ұлы отан соғысының ардагері кім? А варианты: Сағдат Нұрмағамбетов. В варианты: Қасым Қайсенов. С варианты: Талғат Бигелдинов. Екінші сұрақ: Ленинград үшін шайқаста қай қазақстандық батыр жау пулеметін өз денесімен жауып ерлікпен қаза тапты? А варианты: Қарсыбай Сыпатаев. В варианты: Александр Матросов. С варианты: Сұлтан Баймағанбетов. Үшінші сұрақ: Ұлы отан соғыс жылдарында күріш өсіруден рекорд жасаған кім? А варианты: Жазылбек Қуанышбаев. В варианты: Шығанақ Барсиев. С варианты: Ыбырай Жақаев. Төртінші сұрақ: Совет одағы батыры Нұркен Әбдіровтың соғыс кезіндегі мамандығы? А варианты: мерген. В варианты: ұшқыш. С варианты: жаяу әскері. Келесі сұрақ: 1999 жылы мамырдың 7-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша халық қаһарманы атағы берілген Рейхстагқа бірінші болып ту тіккен қазақтың батыры ұлы кім? А варианты: Рахымжан Қошқарбаев. В варианты: Төлеген Тоқтаров. С варианты: Жұмағали Сайын. Қазақтың мерген қызы Совет одағының батыры Әлия Молдағұлованың туған жері? А варианты: Семей. В варианты: Ақтөбе. С варианты: Алматы. Сұрақ жауаптарыңызды осы вариант арқылы тексеріңіздер. Ақылдың 6 қалпағы әдісі: сабаққа қатысты деректер келтіреді, жылдар сөйлейді, сабақ барысындағы сезімі, Барбаросса жоспарын талдайды, талқылайды, сабақтың сәтті кезеңдері, батырларға арнап өлең шумағын шығару, оқып жатқан мәселенің сәтсіз тұстары, соғыстың қатыгездік жайлы өз ойлары, шығармашылық, эссе жазу және қорытынды. Кері байланыс: эссе, менің алған әсерім. Бағалау критерийлері: оқушылар ұлы отан соғысының шығу себептерін біледі, талдайды, өз пікірлерін қосады. Шайқастағы қазақстандықтардың ерліктері мен тыл еңбеккерлерінің қосқан үлестері туралы және кейіпкерлер жайында ізденіп мәлімет жинайды. Ұлы отан соғыс жылдарында тақырыбына шағын мәтін жазады. Ұлы отан соғыс жылдарындағы оқиғаны біледі. Сабақты бекіту: оқушылардың тақырып бойынша тапсырмалар орындауы, тест сұрақтарына жауап беру, үлестірме сұрақтар бойынша жауаптар алу, оқушыларының білімін бағалау. Үй тапсырмасы: Қазақстан ұлы отан соғыс жылдарында баяндама, реферат дайындау, тапсырмалар мен сұрақтарға жауап беру. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.